Кемеңгер ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің есімімен аталатын 60 жылдан астам тарихы бар ел дүлдүлдері мен саңлақтарын тәрбиелеп, білімнің қара шаңырағына айналған үздіктер үкілеген білім ордасы қазіргі таңда Мұхтар Әуезов атындағы IT мектеп-лицейі деп аталады. Сонау 1960 жылдары Мұхтар Әуезовтың Шаянға келген сапары кезінде мектептің ескі ғимаратының жай күйімен танысып, мектепке жаңа ғимарат салу үшін күш салады. Сол кісінің ықпалының арқасында жаңа мектеп жайы салынады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың біз қазіргі заманның жаңаша талаптары мен үдерістеріне әрқашан сай болуымыз керек. 7 түрлі ілім білетін ұрпақ тәрбиелеу бүгінгі күннің негізгі міндеті дегендей, жастарымыз тек біліммен қаруланып, еңбекке арқа сүйеуі тиіс. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Жас ұрпаққа сапалы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің басты талабы. Заман талабына сай, біздің елімізде білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. Сүйікті кәсібіне беріліп, мерейлі шуағын, адамгершілік ұлылығын шәкірттерінің бойына дарытқан аяулы ұстаздарымыз білімі терең, ойы озық ұрпақ тәрбиелеуде зор жауапкершілік жүктелетінін сезініп, аянбай еңбек етуде. Халқымызда көп жас жасағаннан емес, көп игілікті ісі бардан сұра демекші. Ұжымды жетістікке жеткізуге дем беретін, басшының ықпалымен бала тәрбиесіне үлкен мән беретін жаңа жобалар дүниеге келіп, педагогтардың қызу қолдауына ие болды. Шәкірттер өз мектебінің тарихын біліп, дәріптеу мақсатында мектеп тарихы мұражайы құрылған. Мұражай өткен мен болашақты жалғастырушы, жақсыға қарай бой түзе дегендей, мұражайға жинақталған мектеп басқарған білікті басшылар, ұлағатты ардагер ұстаздар еліміздің мақтанышы болған, қазіргі таңда халқына адал қызмет етіп жүрген, құрметке әбден лайық аға буынның орда жолын айқындайтын, жастар болашағына үлгі өнеге бағдар болып табылатын құнды мұрат деректер жиналған. Болашақ ұрпақты осы азаматтардың өнегелі өмір жолымен таныстырып, ұлы Абай атамыз айтқандай, болашаққа болмаса да ұқсап бақсын деген ниетіміз, сеніміміз мол. Бастауыш мектеп оқушылары үшін мұғалім, олар еліктейтін, үлгі ететін абыройлы жан. Сәлеметсіздер балалар, қазір бәріміз орнымызға тұрайық. Сабаққа деген көңіл-күйімізді реттеп аламыз. Кәлки балажаны жаңалыққа құмар, білмегенін білгісі келіп, белгісіз нәрсені ашуға тырысатын болғандықтан, бастауыш сынып мұғалімі олардың осы талпынысын дамытуға көп көңіл бөледі.
еліміздің бәсекеге қабілетті елдермен теңесетін жағдайында үш тілді жетік меңгерген тұлға қалыптастыру заман талабына айналып отыр. Сол мақсатта мектебімізде ана тілінен бөлек өзге тілдерге де шәкірттердің қызығушылығын арттырып жүрген ұстаздарымыз жетерлік. What is it, Nura? This is Spain, What is it? and this is home. What is it? This is escalation or escalation The body. fashion escalation. Yes, this escalation of the body is 200 bonus. Our bonus is back shape and my ear open heavy. Very good, well done, thank you, please. Аяжан, что это? Это скелет человека. Можешь рассказать функции скелета? Скелет имеет около 200 костей. Они защищают наше тело от механических воздействий и помогают нам двигаться. Отлично. Хорошо, садись. Яғни бұл жүрек біздің ағзамызда моторлық қызметін атқарады. Яғни жүрегіміз 4 камерадан тұрады. Яғни мынау алдыңғы камерасы және 2 құлақша, 2 қарыншадан тұрады. Білім алушылардың ақыл-ой интеллектін дамытуға теориямен қатар практикалық қызметті жүзеге асыру болып табылады. Теориялық материалдарды меңгерумен қатар оқушыларымыз зертханалық жұмыс жасайды. Қазіргі таңда бүкіл дүние жүзінде робототехника ғылымы кең қолданыс тауып отыр. Арнайы жабдықталған мектебіміздегі робототехника кабинетінде оқушыларымыз роботтарды модельдеу және бағдарламалау жұмыстарын құрастыру дағдыларын меңгеріп, зерттеушілік біліктіліктерін дамытады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Адам бойындағы ең тамаша қасиет білім мен ақыл. Білім теңіз, төбеде шегіде жоқ. Білім жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз. Смарт технологиясы мұғалімдер үшін білімнің қол жетімділігін арттырады және кәсіби өсу траекториясын өз бетінше дамытуға мүмкіндік береді.
Ал қазіргі цифрлық қоғам сұранысына сай оқушылардың бойына қажетті дағдылар мен білімді қалыптастыру үшін заманауи мұғалім үнемі білім алып жетілу үстінде. Смарт технологияны балалармен қоса мұғалімдер де меңгеріп, жұмыс барысының ажырамас бөлігіне айналатыны сөзсіз. Мектебіміздің тыныс тіршілігі, оқу тәрбие процесін бақылау, ата-аналарға ықпал жасау, мектептегі ұйымдастырылатын акциялар мен демеушілердің түскен қаржыларды тиімді, шын мұқтаж отбасыларына жұмсау, бір реттік берілетін ыстық тамаққа ұсыныс берген ата-ана өтініштерін мемлекеттік стандартқа сай келуін бақылауда ұстау мақсатында мектебімізде қамқоршылық кеңес құрылған. Қамқоршылық кеңес білім беру ұйымының әкімшілігімен, ата-аналар комитетімен, жергілікті атқарушы органдармен мүдделі. Қазіргі заманғы мектеп оқушыларының өсуіндегі жоғары жылдамдықпен ақпараттық, психоэмоционалдық және ақыл-ой жүктемесінің күн санап артуы, әсіресе ақуыз, дәрумендер мен микроэлементтер сияқты тағамдық өнімдердің жеткілікті мөлшерінің тамақ арқылы тұрақты түсіп отыруын талап етеді. Осыған байланысты мектеп оқушыларының құнарлы тамақтануы мектеп бағдарламаларын жақсы меңгеру сапасын анықтайтын, толыққанды дене бітімі мен ақыл-ой дамуына қажетті жағдай жасайтын және өскелең ұрпақтың денсаулығының негізін қалайтын білім беру үрдісінің міндетті элементі болып табылады. Осыған орай мектепте білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарын тегін және жеңілдікпен бір реттік ыстық тамақпен 91 оқушы қамтамасыз етіліп, осы сауапты істі жеке кәсіпкер Нұржан Үрістемов бірнеше жыл қатарынан жоғары деңгейде атқарып келеді. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің демекші. Қандай да бір игілікті, қайырымды істеріміздің сыйы ұрпаққа жасаған ізгілікті істің анық көрінісі. Қайырымдылық жасау парыз. Оның жүзеге асуы жастарды адамгершілік қасиеттерді баулуға, ізгілікке тәрбиелеуге міндеттейді. Мектепте өзін тану адамгершілік бастауы айлығының аясында жақсылық жасап жарысайықшы акциясы тұрақты ұйымдастырылады. Акция мақсаты мектептегі аз қамтамасыз етілген әлеуметтік жағдайлары төмен, көмекке мұқтаж отбасыларына қол ұшын беру. Жасап жатқан іс-әрекеттер өте тамаша. Алла тағала айтады ғой, оң қолмен емес ол көрмесін дейді. Әрбір қазақ жетім жесірді жалатпаған қалпыз. Бұл беріп жатқан 1000 теңге, 2000 теңге ол өзіміздің жолымызды ашықтығына Алла разылық жасап келеді. Ұлттық құндылықтарды насихаттауда мектебіміздің басты ерекшелігі сыңғырлаған қоңырау үні күмбірлеген күймен алмастырылған. Қоңырауды күйдің қоңыр үнімен алмастыру ұлттық тәрбие беру ісіндегі маңызды рөл атқарады. Қазақстан Республикасының білім туралы заңында қосымша білім берудің білім беретін оқу бағдарламалары білім алушылардың өзін-өзі басқаруын, шығармашылығын дамыту, олардың қабілетін іске асыру, қоғам өміріне бейімделуі, азаматтық сана сезімін, жалпы мәдениетін, салауатты өмір салтын қалыптастыру, бос уақытын мазмұнды ұйымдастыруды көздейді деп көрсетілгендей, мектебімізде тәрбие процесін ұйымдастыруда үйірме жұмыстарының алатын орны ерекше. Ал оқушылар, дайын болсақ, атадан мұра күйін орындаймыз қазір. Мұхит счетты бер.
Салауатты өмір салты бұл денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет. Осы бағытта жан-жақты дамыған денсаулығы мықты, салауатты өмір салтын мұрат еткен дара тұлғаларды тәрбиелеуді мектеп ұстаздары басты талап ете отырып, өздері де денсаулығын, белсенділігін, ептіліктерін, ауызбіршіліктері мен ынтымақтастығын нығайту мақсатында бос уақытын түрлі спорт алаңында өткізеді. Жақын уақыт аралығында берілгелі тұрған заманауи спорт кешені мектеп ұжымы үшін үлкен қуаныш. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 2015-2025 жылдарға арналған бағдарламасы аясында адал ұрпақ ерікті мектеп клубтарының рөлі орасан зор. Жас ұрпақтың бойында рухани адамгершілік және азаматтық патриоттық тәрбиені ояту аясында мектептегі адал ұрпақ ерікті клубының мүшелері жастар форумы, флешмоб, сурет салу конкурстарын және адалдық дүкенін іске қосып, арнайы сағаттарын өткізуде. 2019, 2020, 2021, 2022 оқу жылында адал ұрпақ облыстық слетінде қатарынан бас жүлде марапатына ие болды. Оқуға құштар мектеп, мектептегі өзін-өзін басқару сияқты жобалармен бірге дебаттар жобасына да барлық білім беру ұйымдарында баса мән берілуі тиіс деді білім министрі Асхат Аймағамбетов. Дебат адам бойындағы маңызды дағдыларды қалыптастырады. Мектепте ақиқат дебат клубында оқушылар сыни ойлау қабілетін дамытып, өз пікірін дәлелдеп, жарыс сөз, шешендік өнерге бейімделіп, өз ойларын дұрыс тұжырымдап, жаңа идеялар ойлап табу дағдысын қалыптастыруда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында мектеп кітапханаларындағы кітап қорына жаңартулар мен толықтырулар енгізудің аса маңызды екенін атап айтқан еді. Осыған орай мектепте оқуға құштар мектеп жобасы бастау алды. Балалар оқуын дамыту, рухани құндылығымыз кітапты насихаттау, еліміздің, ұлтымыздың сан ғасырлық тарихын, салт дәстүрін, құндылықтарымызды насихаттау мақсатында талай ауқымды істер атқарылуда. Оқуға құштар ұлт жобасы аясында ұйымдастырылған каникулда кітап оқимыз атты республикалық марафонына оқушылар белсене қатысып, ең көп кітап оқитын мектеп номинациясын иеленді. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деп Әбіш Кекілбаев ағамыз айтқандай, көптеген кітаптар өзін-өзін тануға, өзін-өзі жетілдіруге, нәтижелерін арттыруға ынталандырады және шабыттандырады. Ұстаздар мен ата-аналар балаларды ерте жастан бастап өмір бойы жақсы көркемдік талғамға, күн сайын кітаппен дос болуға, кітап оқу арқылы білім әлемін шарлауға үйрету жолында кітапханамен бірлесіп жұмыс жасауда. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап,
әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағым қуған бойың еппе. Қайғы келсе, қарсы тұр құлай берме. Қызық келсе қызықпа оңғақ керме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Разным людям не верь, что тебя вознесут, ведь они же коварно тебя предадут. Верь себе, и опора, и счастье твое — это лишь неразлучные разум и труд. Не пленяйся доверчивой льстивой молвой, не гордись незаслуженной похвалой. Сбиты с толку, уже я обманутый рад. Если это не явь, то мираж пред тобой. Если горе придет, то спины не сгибай. Если явится радость, достойно встречай. Загляни в свое сердце, и там в глубине, отыскав жемчуга, береги, не бросай. Білім жолы қашанда қиында киелі жол. Бұл жолда тынымсыз еңбек, толассыз ізденістер, жалықпайтын жандар ғана нәтижелі табыстарға жете алады. Осы орайда біздің мектебімізде дәл осындай қабілетті қасиеттерді бойына сіңіре білген ұстаздар мен оқушылар жетерлік. Мектептің негізгі тірегі білімді де білікті ұстаз. Білім бәйгесінде, дөбірлі жарыстарда жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шәкірт шығарып, мектеп ұстаздарының жемісті, тынымсыз еңбектенуінің арқасында жыл қорытындысы бойынша үздіктерді анықтауда білім саласына берілетін 4 номинацияның 3-уін жылдық үздік мектебі, жылдың үздік оқушысы, жылдың үздік ата-анасы номинацияларын жеңіп алуда білікті де тәжірибелі ұстаздардың және ата-аналардың сіңірген еңбегі деп білеміз. Атап айтсақ, Нұрмолда Қалдыкүл, Досымбет Лида, Пәрмен Гүлнар, Қожатаев Қасым, Бұхарбаева Мәншүк, Нағызбеков Жұмаділлә, Кемелбекова Айгүл, Қамбар Қызбала, Андақұл Ақылбек, Мадыбеков Абдырахман, Байтоғаева Зілиха, Ағбаева Шолпан, Омартаева Зәуре, Бөлеген Ғазиза, Төленова Маржан, тағы да басқа ұстаздардың терең білім, жақсы тәрбие алып жатқан озық ойлы, терең білімді шәкірттерін
қазақ елінің жан-жақты жетілген жарасымды азаматты етіп тәрбиелеу жолында алдағы уақытта да аянбай еңбек ете беретіні хақ. Бүгінгі қоғамды ертең алға сүйрейтін озық ойлы адам және жаңашыл педагог мамандарды тәрбиелеуші, өз уақытын аямай, өзгенің бақытын аялаушы, ең жақын жанашыры, әрі ақылшысы, білікті басшы, шығармашыл тұлға Толқын Ибатбек қызының басқаруының арқасында бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығара білген осы білім ордасының қызметкерлерімен бірге алар асулары әлі көп болатынына сенімдіміз. Шәкірттерінің тардай талабына өңіліп, кеудесіне таудай үміт ұялататын, еңбек етіп жүрген ұстаздық ұлы жолында қанатымыз талмай самғай берейік. Назарларыңызға рахмет.